Пұт дегенде көбіміздің көз алдымызға тастан не басқадан табыну үшін жасалған жалған бір құдай елестейді. Алайда жасанды бұл пұттардан да қауіпті, барша пұттардың анасы саналатын, көзге көрінбейтін үлкен бір пұт бар. Ол нәпсі. Тасауфта бассыз, тәрбиесіз асау нәпсіні пұт болғанда да пұттардың анасына теңеген. Өйткені барлық пұттар осы нәпсі пұтынан туады. Адамды мансап, мақтан, атақ, дүние, ашкөздік, құмарлық секілді пұттарға табындыратын да осы нәпсі пұты. Жәләләддин Руми Мәулананың нәпсі бір пұт, басқа пұттар да осы пұттан туған деуінің мәнісі осы. Демек, пұтқа табыну тасқа табынудан да ғана тұрады десеңіз, қателесесіз. Әркімнің құдаймын деген перғауыны өзінің ішіндегі нәпсісі. Нәпсінің айтқанына көніп, айдағанына жүргендіктен де, оның әмірлеріне ләббәйк дегендіктен де, нәпсісізді өзіне құл қылады. Онымен қоймай, құдайдан өзгелерге де құлдық ұрғызады. Алла тағала Құранда мұндай жандарға қатысты өз нәпсісін тәңір тұтып, әуейілігінің құлы болған мына бейбақты көрдің бе дейді. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы осы аяттың тәпсірінде мұндайларды Құдайдан басқа құдайды серік тапты. Құдай орнына өзінің көңілі сүйген нәрселерді құдай тұтынды. Әркім сүйгеннің құлы деген сөз осы аяттың мағынасы. Әмбие, әулие құдайын қандай жақсы көрсе, олар да өздерінің көңілі қуаттаған нәрселерін сондай жақсы көреді дейді. Имам Раббани нәпсі пұтының Аллаға серік болуға да разы емес екенін, тіпті Алланың өзіне үкім жүргізіп, бәрін әмірінің астына алғысы келетіндігін айтады. Бүгінде Аллаға оңды солды тіл тигізіп, Алланың үкімдеріне қарсы әңгіме айтып жүргендер де нәпсі пұтының құлы болып, сол нәпсінің дегенімен жүргендер. Құранда Құдай бар деген бірде бір аят жоқ. Құранда Құдай бір деген аят бар. Себебі құдайсызбын деп жүрген атеистің өзінің құдайы бар. Ол өзінің нәпсісі. Сол үшін де кез келген жан не Алланың құлы болады, не өзінің нәпсінің құлы болады. Тастан болған пұттарды қирату оңай, алайда нәпсі пұтын қирату сіз бен біз ойлағандай оңай емес. Ал ішіндегі пұтын қирата алмаған адам сырттағы пұттардың құлы болудан құтыла алмайды.